Сәлем достар, сіздермен бірге Мәке Көбіренасы. Бүгінгі видеода біз қымбат және арзан челлендж видеосын түсіретін боламыз. Ал енді басқа бөлмеге шыға тұрамыз. Сол кезде оператор маған қымбат және арзан заттарды дайындайды. Мен енді келіп солардың қайсысы қымбат, қайсысы арзан екенін табуым керек. Ал ендеше достар, мен екі түрлі суды қойдым. Біреуі 200, біреуі 100 теңге тұратын газдалған су. Ал ендеше шақыратын боламыз. Кіре бер! Достар, бізге ең бірінші минералный су екен. Қазір екеуінде дәмін көреміз. Так. Мен газ көп деусен. Мынан көрейік. Мынан газын адам да көп. Так. Менің ойымша енді әрқайсысы әртүрлі. Так, мен қазір қымбат арзан. Мен ойымша мынау қымбат, мынау арзан. Өйткені мынаның газ көптеу да, жұтқан кезде газ пш ете қалады. Ал мынаның газ сәл аздау. Дұрыс. Ал ендеше достар, екі чипсыйды тарелкалерге салдым. Біреуінің бағасы 300, біреуінің бағасы 170 теңге. Айырмашылығын қазір өзі айтатын болады. Кіре бер! Енді маған оператор екінші орында чипсы дайындапты. Қазір екеуінде дәмін көрейік. Екеуінің де дәмі сырный екен. Екеуі де мынау приправасы көптеу, мынау аздау. Менің ойымша енді мынау қымбат чипсы сияқты. Жоқ, дұрыс емес. Ау. Мен мынаны қымбатты ойлап қалдым екен. Бәрі приправасы мықты, өте дәмді, жақсы екен. Ал ендеше достар, міне мен екі түрлі коланы стакандарға құйдым. Біріншісінің бағасы 300, екіншісінің бағасы 150 теңге. Ал ендеше көретін боламыз. Қайсы жақсы екенін. Кіре бер! Енді достар, міне маған қазір кола дайындапты. Екеуінің дәмін көрейік. Так, масын көрейік. Түсі. Екеуінің түсі. Мынау қаралау. Мынау сәл ақшылдау мынаның қасында. Дәмдеріне келетін болсақ, мынаның газы сәл көптеу. Мынаның қарағанда аздау екен. Мынаның қанты көптеу. Менің ойымша мынау қымбат кола. Дұрыс емес. Әйбе, қалай таппадым сонда мен? Күнде кола ашып жүрген бала коланы табам. Енді осымен видеомыз соңына да кеп қалды. Келесі видеода өте қызықты ыстық, суық және кәдімгі деген челлендж видео шығатын болады. Соны жіберіп алмас үшін каналға подписаться етіңіздер және де осы видеоны барынша таратыңыздар. Хош, сау болыңыздар достар.